Құрметті ағайындар, бізді қашан көресіздер, қай кезде көресіздер? Бүгін мынау 1 мамыр, мынау халықаралық кәдімгі ынтымақтастық күні, сол бәрімізге құтты болсын. Ал енді мынау отбасы деген нәрсе бар. Бірінші мемлекет болу үшін ең бірінші отбасы құрылған. Кейін жекеменшік болған, кейін отбасын жекеменшік қорғаудың жолында мынау мемлекет құрылған. Міне сондықтан барлық нәрсе отбасыдан басталады. Біздер мына Тасқараевтар семьясымыз, мына Сырдыңбой мырзаның шөліне бірінші бабамыз Балапан әулие қызмет қылған, кейін атамыз Тасқара екі колхозға бастық болды, өрге басқа сельсовет болды. Әкем мына Қараөзек совхозының директоры болды. Мен де мына 20 жыл ұзақ жақындағы қазақтарды тегін өзіміздің күшімізбен көшірдік. Және мына 10 жыл Жетісай қаласын бір тиынсыз тегін тазаладым. Мына оң жағымдағы тұрған жігіт мен шешеміз Төле деген палуанның қызы екен. Өзі Набатай, Шырынкүл деген 2 қызы бар екен ағамыздың. Және Анарбай деген жалғыз баласы бар еді. Сол Анарбайдың үйіндегі біздің әпшеміз еді Отқан деген. Сол жалғыз нағашымызға алтындай 6 бала, 4 қыз туды. Сол кісінің өзінің бір тікелей төркін жоқ кісі еді. Соны бір мынадан үлкеніміз, ең үлкеніміз Молдабай деген нағашымыз соған бір 800 мың теңгеге ата берген екен. Шешесін құрметтепті. Соны естіп, мынау Абай нағашымыз намыстанып, мынау январдың басында болу керек, иә? Январдың басында келіп екеуміз мазарға бардық. Көкемен шілей, кім Молдабай құсап 800 мың теңгем жоқ. Мына бір 400 мыңдай теңгені айтқан кезіңізді айтсаңыз, мен 400 мың сізге менде бір тайды атап қойдым. Міне сондықтан айналайын, бар болып тұр, жоқтың ісін істеме, жоқ болып тұр, бардың ісін істеме. Сондықтан Нұрбай мынаны Әбілмәжит қаншаға берді? 405 мыңға. Егер мұны сұрасам, бетіме түкіріп. Міне соны жаңа ертең құдалыққа келемін. Сол кезде әйтеуір соны алып қойсаңыз деп еді. Мынаны кеше 1-2 апта болды. Иә. Мына соны мына Абайға үлкен рахмет. Айналайын, мынау дүниеңді біреу тартып алып жатса, біреу алдап алып жатса, жоғалтып қойшы, ашың жыласаң ешкім қой демейді. Ал бірақ мынау қолман бергенге ешнәрсе жетпейді. Сондықтан екі нәрсе бұл дүниеде көптік қылмайды. Біреу дүние алману, адбану, назинату, хаяты дүние. Екіншісі мынау перзент көптік қылмайды. Сондықтан сен бұны бізге 400 мың теңгеге бұл атты асқаныңнан, болмаса тасқаныңнан, болмаса бір шірген ақшаң не істерін жүрін байлығынан да беріп отыр. Тойға келген екенсің, мына Мұхитжанымыз мына қаласа артынан ерген баланың келінімізіне бір қошқардай ұл беріп, мына қайыр сададан қабыл болып, міне біз не аламыз өтірік айтсам, мен өзім сол. Сондықтан мына жақсылығың бетің айтайық деп жатырмыз. Ал нағашымызға үлкен рахмет. Жеті атаның бәрін білеміз, ертең құдалықта солардың бәрін айтамыз. Өмір жасың ұзақ болсын, өшіріп.